Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге 2023 жылдың жаңалығы туралы айтатын боламын. Яғни 2023 жылдың 1 ақпанынан бастап YouTube Shorts видеоларға да монетизация жүргізе бастады. Яғни бұл дегеніміз RPM арқылы есептелетін көрсеткіш. RPM дегеніміз бұл 1000 просмотрға шаққан кезде есептелетін жаңағы төленетін көрсеткіш. Осы кезге дейін YouTube жай видеоларға, яғни горизонталды видеоларға дәл сол RPM көрсеткіші арқылы табыс беріп келді. Жаңағы реклама берушінің ақысын 50-50 қылып, жарты ақшасын YouTube-қа және жарты ақшасын видеоның авторы, яғни каналдың авторына беріп отыратын еді. Енді осы 1 ақпаннан бастап монетизация жүргізе бастады осы шортс видеоларға. Ол жаңалық негізі 2022 жылдың осы желтоқсан айларында шықты. 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап YouTube-тың монетизация қосылуына жаңадан шарт қосылатын болады дейді. Ол шарттарды қарапайым тілмен түсіндіріп айта кететін болсам, бұрынғы шарттар қалды, яғни монетизация қосу үшін 1000 подписчик және 4000 сағат жинау керек болды. Қазір 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңадан мүмкіндік ашылды, яғни 4000 сағаттың орнына шортс видеолардан 10 миллион просмотр жинап монетизация қоса аласыз. Яғни екеуінің біреуін таңдап, соларды толтыру арқылы сіз монетизация қоса аласыз. 1000 подписчик ол бұрыннан бергі шарты қалды, ал екінші шарты сіз өз таңдауыңыз болады. 4000 сағатты жинайсыз немесе 10 миллион просмотр шортс видеолардан жинайсыз. Егер екеуінің біреуімен монетизация қосатын болсаңыз, екіншісі автоматты түрде қосылатын болады. Автоматты түрде болғанда ішінде тек принять условия деген болады. Яғни сіз 1000 подписчик және 10 миллион просмотр шортс арқылы жинайтын болсаңыз, және монетизация қосқаннан кейін сізден сұрайды, жай видеоларға да монетизация қосайын ба деп, яғни ана жақта принять условия деп тұрады. Соны басып алатын болсаңыз, екі видеоларға да сізге табыс түсіп отыратын болады. Сіздерге түсінікті болу үшін мен мысалмен көрсетіп жіберейін. Бұл ютубердің каналы, менде марафонда қатысып жатқан ютуберден сұрап алдым, монетизация бөлімін түсіріп жіберсеңіз деп. Мына жақта подписчик 1000-нан асып кеткен, міне қарасаңыздар 8680 подписчик жиналған, из 1000 деп тұр. Яғни бұл жақта галочка жанып тұр, подписчик толған, 1000-нан асқан. Ал екіншісі соңғы 365 күнде жиналған сағаттар саны. Яғни сіз жаңағы айтқандай 4000 сағат жинайсыз немесе 10 миллион просмотр шортс видеоны жинайсыз. Екеуінің біреуін таңдап соған барын салып тырысасыз жаңағы жинауға. Егер де қайсы сізге жеңіл, сонымен жинағаныңыз дұрысырақ болады. Жаңағы 4000 сағатта соңғы 365 күнде жиналған, яғни соңғы 1 жылда жиналған 4000 сағат саналады, ал шортс видеоларда соңғы 3 айда, яғни 90 күнде жиналған просмотрда саналады. Бұл кісіде, бұл ютуберде соңғы 365 күнде 1063 сағат жиналған, яғни тағы да 3000 сағат жинайтын болса, бұл ютубер монетизация қоса алады. Егер де осылай 4000 сағатты жинап монетизация қосса, шортс видеоларға да монетизацияны автоматты түрде қоса алады. Екеуінің біреуімен қосылатын болса, екіншісінде автоматты түрде қоса алады. Ал мына жақта шортс видеоларда бірге салып отырған, мінекей соңғы 90 күнде, яғни соңғы 3 айда 2,9 миллион просмотр жинаған. Енді осыны 90 күннен асырмай 10 миллион просмотрға жететін болса, сол шортс видеолар арқылы да монетизация қоса алады. Дәл осындай мүмкіндікті YouTube бізге беріп қойды. Бұл дегеніміз жақсы. 4000 сағат жинау кейбір кісілерге қиын болып жатса, шортс видеолар арқылы да жинауға болады. Себебі шортс видеоларда көбінесе миллиондаған просмотрларды оңай жинап жатады. Ол жақта дәл TikTok сияқты алгоритм бір видеоны соңына дейін адамдар қарайтын болса, ол бірден 2-3 мың адамға көрсетіліп, арғы рекомендацияға шығып кетуі мүмкін. Сол арқылы да монетизацияға жеңіл әрі тез шыға аласыз. Егер де сіз каналды жаңадан бастап жатқан болсаңыз, шортс видеомен айналысам десеңіз, 1000 подписчиктің өзі сол шортс видеолар арқылы да тез толатын болады. Барлығын өзіңіз таңдайсыз. Ал көбісі мынандай Инстаграмда маған сұрақ қойып жатыр, жаңағы горизонтальный видеолармен бірге шортс видеоларды салып отырсам бола ма деп. Жауабы иә, егер де сіздің нишаңызға байланысты болып табылады. Егер де сіздікі осындай образовательный немесе білім беретін ниша болатын болса, жаңағыдай араластырып салса болады. Бірақ арасын жиілетпеу керек. Мысалға, горизонтальный видеолардан сіз 4-5 видео салатын болсаңыз, 4-5 видеодан кейін барып тек бір шортс салып отырасыз. Ал егер де тек қана шортс салатын болсаңыз, түпекейлі полностью шортс видео салғаныңыз дұрыс. Ол кезде бірақ сіздің горизонтальды видеоларыңыз дұрыс просмотр жинамай қалады. Өйткені трафиктің барлығы шортстан келіп отқаннан кейін тек қана қысқа видеоларды қарайтын аудитория келіп отыратын болады.
және де RPM жайлы айта кетейін. RPM дегеніміз жаңа айтқанымыздай 1000 просмотрға Қазақстанда 0,3 және 1 доллардың арасында төлейді дедік қой. Әрқайсысы нишаға байланысты болады. Кейбір кездерде 2 долларға дейін төлеп кететін жаңағы кездері болады. Ол дегеніміз бизнес саласында, яғни қаржы саласындағы видеоларда ол жақта реклама қымбатырақ болады. YouTube'тағы табыс тікелей сіздің нишаңызға байланысты болады, яғни сіздің каналыңызда қарап жатқан аудиторияға байланысты болады тікелей. Себебі үлкен жастағы кісілер қарайтын болса, олардың жасына көрсетілетін рекламалар кішкене қымбатырақ жүреді. Яғни жаңағы үлкен кісілерге қызықты болатындай платежеспособный жаңағы возраст дейді ғой. Рекламадағы өнімдерді сатып алатын жас ерекшелігі. Дәл сол аудиторияға байланысты сіздің видеоларыңызға төлем қабылдайтын болады. Мысалға, сіздің видеоларыңыз бір нишада болатын болса, кейбір видеоларды 25 жастағы балалар қарайтын болса, ер жігіттер, ал екінші видеоңызды 45 немесе 50-дегі адамдар қарайтын болса, жаңағы екінші үлкен ересек адамдардың, яғни үлкен кісілердің қараған видеолары табысы көбірек болады. Екеуінде де 5000 просмотр, мынада 5000 просмотр болатын болса, сол кезде салыстырып қарауға болады. Яғни аудитория жас ерекшелігі үлкейген сайын сіздің табысыңыз көп болады. Осы шортс видеоның монетизациясы шыққалы бері маған Инстаграмда осы шортс туралы сұрақтар өте көп қойып жатыр. Оның бірнеше сұрағын сіздерге айта кетейін. Сіздерде сондай сұрақ болуы мүмкін. Біріншісі, басқа біреулердің видеолардың, яғни шортс видеолардың өзіме салып, жаңа 10 миллион просмотр жинап, монетизация қоса аламын ба деп сұрап жатады. Егер де ол видеолар YouTube'та бар болатын болса, сіз салмас бұрын, онда сізге қоспайды, себебі чужой контент деп отказ келетін болады. Бұл шортс видеоларда дәл сондай жай видеолар сияқты авторский правасы болады. Және де ол жаққа музыканы салатын болсам, авторский права келе ма деп. Кәдімгі жай видеоларға қандай авторский права келеді, жаңа музыкаға, дәл сол сияқты осы шортс видеоларға да авторский права деп тұратын болады. Егер де сізде музыкадан авторский права көп болатын болса, сіздің каналыңызға монетизация қоспай қалуы мүмкін. Тіпті сіздің видеолардың барлығы өзіңіздікі болса да, егер де музыкадан авторский права көп болатын болса. Ал егер де 3-4 видеода сондай авторский права болатын болса, оған қосып қалуы мүмкін. Себебі менің осы Нұрсұлтан Өмірбай өзімнің сабақ түсіретін каналымда 4 видеода музыкадан авторский права тұр, бірақ сонда да қосылмаған. Басында 3 видеода шықты, одан кейін 1 жылдан кейін тағы бір видеоға авторский права деп келді. Яғни сол кезде музыканың лицензиясы алынып қалған екен. Қызыл доллар болып тұрады, қызыл доллардың үстіне сызылып тұрады, яғни монетизация оған жүрмейді, тек қана просмотр келіп тұрады, подписчик келеді, бірақ оған пайда түспейді. Дәл сол сияқты басқа біреудің видеосымен сіз ұзаққа бара алмайсыз. Оданша сіз өзіңіз контент түсіргеніңіз дұрыс. Нұрлан имам айтпақшы, деки әнші, не деки әнші деген сияқты қандай ән болса да, қандай жаңағы видео болса да өзіңіз түсірген дұрыс, немесе біреудің рұқсатын алып, YouTube'та жоқ болатын болса, біреуден рұқсат сұрап, осы видеоны YouTube'қа салсам бола ма, жаңағы табыстасам бола ма деп біреуден сұрасаңыз болады. Бұлайынша ұрлап алып тұрып салған, ол бәрібір берекеті болмайды. Қанша ақша тапсаңыз да оның берекеті болмайды. Сондықтан да өзіңіз авторский контенттерді салғаныңыз дұрыс. Ешқандай уайымдамай отырасыз, барлығын өзіңіз істеп отырған боласыз. Достар, осы видео сіздерге ұнаса лайк басуды және де арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.